Сәлем достар, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді және тез айналатын фунчоза салатын дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге керегі көріп тұрғандарыңыздай қияр, сәбіз, пияз, чеснок және де бұрыш керек болады. Суымызды қайнатып, оған фунчозамызды салып 5-7 минуттай қоямыз. Дайын болған фунчозамызды алып, суық суға жақсылап тұрып шайып аламыз. Енді біз көкөністерімізді турауға көшеміз. Көкөністеріміздің барлығын ұзыншақ ретінде тураймыз. Бірінші қиярымызды турап аламыз. Шетке тарелкаға салып қоямыз. Келесі сәбізімізді жақсылап тұрып теркадан өткіземіз. Келесі болгар бұрышында жақсылап тұрып ұзыншақ ретінде тураймыз. Көкөністердің барлығын ұзыншақ ретінде турау өте маңызды, себебі өте әдемі болады. Келесі пиязымызды тураймыз. Жасыл пиязымызды да осы пішінде тураймыз. Бұл әсемдік үшін өте әдемі болады. Келесі чесногымызды өте ұсақ майда етіп тураймыз. Турап болғаннан кейін туралған көкөністеріміздің қасына қосамыз. Мінекей барлық көкөністерімізді бір келке етіп турап болдық. Келесі бұларды жинайтын боламыз. Фунчозаның үстіне ең бірінші астыңғы қабатына қиярды саламыз. Үстіне сәбізімізді саламыз туралған. Оның үстіне жаңағы бұрышымызды саламыз. Осылай барлығын бірінің үстіне бірін жинап салуымыз керек. Оның үстіне жаңағы пиязымызды, сарымсағымызды, жаңағы көк пиязымызды саламыз. Барлығын салып болғаннан үстіне бір ас қасық тұз саламыз. Үстіне фунчозаға арналған дәмдеуіш саламыз. Оның үстіне қызыл бұрыш саламыз. Әрине бұл сіздің талғамыңызға байланысты. Үстіне енді соевый соус қоямыз. Міне барлығын жинап болдық. Енді бұның үстіне өте қатты температурада қызған майымызды құямыз. Майымызды құйып болғаннан кейін енді бұны жақсылап тұрып араластырамыз. Майды құю міндетті түрде болады, өйткені салатыңыз балғын болу үшін май құйылу керек. Міне салатымыз дайын болды. Енді тарелкаға саламыз. Міне салатымыз дайын болды. Үйде міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеоны ұнаған болса, лайк басып каналыма жазылуды ұмытпаңыздар.